Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа керемет тағам, гуляш тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге қажетті заттар: ет, кез келген еттің түрі жарайды. Күріш, сұйық май, картопты қазір қайнатып аламыз, және де ұн қажет. Татымына қарай түрлі дәмдеуіштер қосуға болады. Мен видео барысында сіздерге көрсетемін қандай дәмдеуіштер қолданатынын. Алдымен етімізді, пиязымызды майдалап пышақтың көмегімен турап аламыз. Кез келген формада турауға болады. Мен осылай орташа көлемде төрт бұрышты қылып турап шықтым. Өз қалауларың бойынша турауға болады. Етімізді, пиязымызды осылай майдалап турап алдық. Енді қазанымызға сұйық майымызды құямыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, кішкене қыздырып жіберіп, етімізбен пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Майымызға алдымен пиязымызды салып, кішкене қызартып қуырып аламыз. Қуырған пиязымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз 5-10 минуттай. Табамызға ұнымызды салып, түсі сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Табамызға ешқандай май құймаймыз. Құр өзін үстіне ұнды салып, қасықтың көмегімен араластыра отыра қуырып аламыз. Ұнымызды дәл осылай қып-қызыл қып қуырып алдық. Енді бір ыдысқа салып, үстіне кез келген салқын қайнаған су құюға болады. Мен салқын су құйып, қуырылған етіміздің үстіне құямыз. Яғни соусымыз өте дәмді, қою болып шығады. Қуырылған етіміздің үстіне жаңағы ұннан жасалынған соусымызды құйып шықтық. Мінекей осылай шықты. Енді жарты сағатқа қайнатып бұқтырып қоямыз. Етіміз жақсылап жұмсақ болып пісу үшін. Енді күрішімізді пісіреміз. Ыдысымызға кішкене түбіне май құйып, бір жуып алған күрішімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сонда күріштеріміз бірін-біріне жабыспай әдемі болып піседі. Пюремізге дайындалып жатқан картопымыз қайнап пісіп шықты. Енді сыртын ашып осылай дайындап қойдым. Шанышқының көмегімен езіп шығамыз. Мен кішкене тұз, сүт және де ерітілген сары май қостым. Осылай вилканың көмегімен езіп шығамын. Мінекей гуляш тағамыз дайын болып шықты. Осылай шықты. Етіміз сочный болып шыққан. Соусын көрдіңіздер ме? Өте керемет шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде